Баршаңызға сәлем. Бүгін мен видеода ұйғыр самсасын жасап көрсетемін. Ұйғыр самсасын өзімде алғаш рет жасап тұрмын. Бір жасағаннан ойдағыдай болып шықты. Сіздер де мені рецептіме жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп сенемін. Ең алдымен маргарин немесе сливочный майымызды тоңазытқышта мұздатып аламыз. Мұздай майымызды үккіштен өткізіп, ұнмен ұнтақтап алуымыз қажет. Самсамызға қажетті барлық ингредиентті описанияда қалдырамын. 2 жұмыртқаның сарысымен 1 жұмыртқаны жарып алып, оған сметанамызды, сондай-ақ тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араласқан сұйық қоспамызды ұнымызға барлығын құйып, жақсылап қамыр илейміз. Осындай қамыр шығуы қажет. Холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз жаюға ыңғайлы болу керек, сол үшін кішкене мұздатып аламыз. Начинкасын дайындау үшін фарш, пияз және де картоп қостым. Картоп қоспасаңыздар да болады, бірақ мен картошка қостым, өйткені менің балаларым картошкамен жегенді жақсы көреді, сол үшін де мен картошка қосып жібердім. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, зіре, тағы да өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоспаларды қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымызды екіге бөліп алып, әрқайсысын жұқа қамыр етіп жайып шығамыз. Бірінші жайылған қамырымызға жақсылап ұн сеуіп, оны бір шетке қоя тұрамыз. Екінші қамырымызды жайып, маргаринді ертіп, жұқалап жағып шығамыз. Бірінші қамырды үстіне қойып, оны да майлап, видеодағыдай орап шығамыз. Дайын болған тестамызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Тестамызды осындай майда бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырдың құрамында май болғандықтан өте тез еріп кетеді, сол үшін біразын холодильникке салып қойған дұрыс, ал біразын алып қалып, шетінен жайып қамырды түйіп шығамыз. Самсаны түю техникасы қиын емес. Начинкамызды салып, шетін біріктіріп шығып,
ішке қарай қайырып видеодағыдай түйіп шығамыз. Түсінікті болу үшін самсаны бірнеше рет түйіп көрсеттім. Барлық самсаны осылай түйіп аламыз. Табамызға пергамент төсеп, самсаларымызды қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне күнжіт сүйіп шығамыз. Алдын ала қызған печкада 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей, ұйғыр самсасы да дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де мені рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ каналға тіркеліп қойыңыздар, алда керемет видеолар болады. Кездескенше аман сау болыңыздар.